Біз Аққұм деген шөлді жерге келеміз деп 10 сағат жүріп келдік. Алтай Батыр деген ауылдың қасында, қазір Сағыз өзенінің бойында палатка жардық. Түн батып қалды. Жергілікті тұрғындардан сұрасақ, мынау машинамен құмға бара алмайсың дейді. Енді өзенмен сумен өттік. Енді ары қарай ертең таңертең баратын шығармыз. Ал осы жерге саяхатымыз әрине де жолдан басталды. Біз бара жатқан жер Ақтөбе қаласынан 450 шақырым жерде орналасқан. Жол әрине де жақсы емес. Кейбір жерде әлі де салынып жатыр. Бұл Ақтөбе Атырау тік тас жолы, бірақ та біз жүрген жолымыз нашар болды. Қандыағаштан асқан кезде жол жақсарды, бірақ та біз доңғалағымызды тесіп алдық. Әрине де осындай жағдайға әрқашанда дайын болу керек. Жолдың қиындығын бастан көтеріп, ақырында біз Байғанин ауданына жеттік. Бұл Қарауыл келді ауылы. Осы жерде бір айта кететінім, мен Аққұмның нақты қай жерде орналасқанын білген жоқпын. Интернеттен әрі бері қарап, әйтеуір Қарауыл келдің маңында екенін білдім. Кейін картамен, Googleмен жай құмдардың қай жерде екенін қарап, сол жаққа қарай бағытталдық. Кейбір мақалаларда Алтай Батыр деген ауыл жазылады, сол жаққа қарай жүрдік. Мінекей көргеніңіздей, бұл жерде шөл басталады және түйелер жиі кездеседі. Қарауыл келді ауылынан Алтай Батыр ауылы 60 км жерде жатыр. Және де сол жолдың 30 км әлі де бітпеген. Егер жолда сіз сол жағыңыздан осындай әдемі кемпір қосақты көрсеңіз, онда сіз тура жолдасыз. Ақырында біз Алтай Батыр ауылына дейін де жеттік. Бұл жерде жергілікті тұрғындардан құмдардың қай жерде екенін және ол жаққа қалай жету туралы жол сұрадық. Жоқ, жай бұлақта машинаны тастап кетсең. А бұлаққа машинамен жете аламын ба мен? Ақырында примерный жолды сұрап, біз құмдарға қарай кеттік. Бірақ та біздің алдымыздан тағы бір бөгет шықты. Бұл Сағыз өзені. Құмдарға жету үшін осы өзенді көлікпен кезу керек. Тереңдігі таяз болса да, жеңіл машинамен өту мен үшін қорқынышты болды. Бұл жерден өтуге қорқып, біз басқа жолды іздеуге шықтық. Мен оқыған мақала бойынша, осы ауылдың маңайында бір жерде бұлақ болу керек. Бірақ біз бұлақты табатынымызға сенімсіз болып, ауылдың ішіндегі артезиан құдығынан су алып, ары қарай жол іздеуге шықтық. Ақырында өзеннен өтетін бір жолды таптық. Рискуем. Істе уазики вытащить. Біз Аққұм деген шөлді жерге келеміз деп 10 сағат жүріп келдік. Алтай Батыр деген ауылдың қасында, қазір Сағыз өзенінің бойында палатка жардық. Түн батып қалды. Жергілікті тұрғындардан сұрасақ, мынау машинамен құмға бара алмайсың дейді. Енді өзенмен сумен өттік. Енді ары қарай ертең таңертең баратын шығармыз. Мінекей жаңа ғана палатка жаратын жер тауып алдық.
Кешкі асымызды шейік деп жатырмыз. Az болсын. Келесі күні таң атпай біз де тұрып алдық. Бер жақта осындай шағын томарлар бар. Соның ішінде міне бұлақ. Оқуымша бұл бұлақтың кім жасағанын ешкім білмейді. Бірақ бер жақта міне бұрын бір мал шаруашылығы болды ма, сондай сияқты, или огород болды ма, ар жақта құрылыстар бар. Қазір міне бер жақта бір огород, міне ол суаратын жері. Осылай үздіксіз ағып тұрады. Бұл мінеки бақ сияқты, өйткені міне алма ағашы өсіп тұр. Мынау алхоры сияқты. Енді дәл білмеймін. Осындай жидектері өседі, жемістері. Неке ар жағы жасыл боп тұр. Бер жағы міне сызық. Және мынау жағы толығымен құм. Ақ құм деген осы. Негізі қызық сезім. Шөл далада жүргендей көрінетін, бір Сахарада. Бірақ қазір таңғы 7, құм әлі салқын. Міне жалаң аяқ жүрім. Аяққа өте жұмсақ сезіледі. Күшті енді. Қазір анау тұрған барханға барып жатырмыз. Неке қараңызшы, жәндіктердің іздері, әлде құстардың іздері ма? Мынау енді білмеймін кімнің ізі, жыланның ізі ма? Іздер, кішкентай іздер өте көп. Не үлкен аңдардың да іздері бар, сәл үлкенірек. Енді бір нағыз Сахараның өзі. Енді осындай шөл даланың бұл жерде қалай пайда болғанын білмеймін. Мүмкін бер жақта уже оңтүстікке жақын ғой, аралға жақын.
мүмкін аралдың құмдары осында келіп осы шөлді тудырған шығар. Бұл ай қалай жазық даладағы бір құмды оазис сияқты ғой, белгілі бір жерді алып жатады, ар жағы қайтадан жазық дала басталады. Бұл өңірде осындай шөлді құмды бірнеше жер бар. Б-дан басталатын тағы бір жер бар, мұнда жазып кетермін, атын ұмытып қалдым. Ол жердің құмы кәдімгі емдік қасиеті бар дейді. Енді білмеймін, тағы да келеміз ба, жоқ па. Негізінен бір рет келіп, фото, видеоға түсіп, шөл даланың атмосферасын сезіну үшін келуге болады. Бірақ жолы нашар. Ақтөбеден арнайы турфирмалар бар, осында алып келетін. Бағасы 12 мыңдай ау деймін, толық білмеймін. 4 сағатта жетеді дейді. Біз өзіміз жолда сынып, тоқтап, жол сұрап 10 сағатта жеттік. Осы міне, Аққұм деген жер осы. Ақтөбе облысын шарлап, көбірек біліп жатырмыз. Ақтөбе облысы осындай. Мынау түйенің іздері сияқты. Жылқыныкі емес, түйенің іздері. Қызық, әдемі іздер өте көп. Мұнаны да бір жәндік салған сияқты. Немесе жылан ба? Енді білмеймін. Бұлай кішкентай жәндіктер жүр. Бірақ жылан бір кесірткені көрдік. Басқа түкте көрген жоқпыз. Қазір міне сағат 10-ға бара жатыр, 9-дан асты. Күн ысып барады, құм ыстық. Енді негізі келем деушілерге не түнде келіп таңертең күн таң атқанда қарауға жет, немесе кешке күн батар кезде келген дұрыс деп есептеймін. Өйткені ыстық сәл басылады, салқындау болады, және де күннің көзі әдемі көрініс береді. Мынау жабайы табиғаттың үні. Бізде шытырман оқиғасыз саяхатымыз болмайды. Құмдарда көлігіміз батып қалды. Енді мен ауылға көмек сұрау үшін бара жатырмын. Бір уазик таптым міне. Жігіттер көмектесіп жүрді. Уазиксін итеріп әзер шығарды өзі. Уазиктің алдыңғы мосты істемейді екен. Осындай жер судан өтіп, бер жақтан көтер алмадық, ар жақтан шығайын дедім. Болған жоқ. 1 сағат жоғалтқан шығармыз, Осылай міне саяхаттарымыз осындай болып тұрады. Енді амал жоқ, сол бар көлікпен саяхаттап жүрміз. Болашақта енді сәл қуаттылау 2 мосты істейтін сол көлік алуға мақсат бар.